Ассалаумағалейкум бауырлар. Мінеке біздің эксперименттің соңғы түсірілімі. Осыдан біраз уақыт бұрын Хаммер H3 автокөлігіне TRIO-Z 4.3 литрлі қозғалтқыш орнатқан болатынбыз, яғни орнатып бастадық. Мінеке сол шаруамыз ақтық мәресіне жетті. Барлығы толыққанды қондырылды. Мінеке бауырлар, көліктің ішкі бөлігі щиток прибор Toyota'нікі қондырылды. Ол да үйлесіп кетті. Селектор Toyota'нікі, ол да жақсы үйлесті. Мінеке көлік қазір от алып тұр. Тағы бір ескере кететін жайт бауырлар, біздер пуш-стар орнатуға тура келді. Себебі зауыттық кілтті біз TRIO-Z қозғалтқышымен байланыстыра алмадық. Сол себепті пуш-стар қойымызға тура келді. Мінеке ешқандай ақау жоқ. Бір қалыпты көлік от алып тұр. Мінеке қозғалтқыш қызып тұр. Ешқандай діріл жоқ. Барлығы өте керемет. Жоғары жылдамдықтарда да тексеріп көрдік. Беріліс қорабының ауысуы да білінбейді. Ешқандай діріл жоқ. Барлығы керемет. Осылай міне бауырлар, Хаммер H3 автокөлігіне TRIO-Z қозғалтқышын орнатуға болады екен. Мінеке соның бір дәлелі. Көлік жақсы қызып тұр. Алда тағы да жақсы видеолар шығады бұйырса, бізге бірге болыңыздар, бізге тіркеліңіздер. Назар салып қарағандарыңызға көп рахмет.